Әйел кісінің шашы мүлде көрінбеу керек. Шаш мәселесін тіпті қып айтайынша, әйел кісінің шашын тарағаннан жиналған шаш, бұлай өзі түскен шаштың өзі әурет болады, біліп аңыздар. Басында тұрған шашы болсын, қолына түскен шашы болсын, екеуі де әурет. Сол үшін үйге қонақ келгенде баяғыда біздің қазақтың ол салты еді. Жалбыр шаш жатпасын деп жинататын үлкен кісілердің. Ол әурет болады, түсінесіз ба? Ол ұят болады. Ол күнә болады. Әйел кісі сол үшін шашын тараса, арнайы орамал жайып тарайтыны баяғы әжелеріміздің сондай. Қазір ғой келіндеріміз оны түсінбейді. Айнаны қойып алып, алдында тұрып алып, қалай болса солай таранады. Баяғыда әжелеріміз алдына орамал жаяды.